Достар, келесі бізде Hyundai Grandeur H2 2013 жылғы 3 куб бензин 180 мың километр жүрген. Осындай қара түсте көлік толықтай заводской окраста, 100%. Жағдай өте тамаша. Бір-екі сыртында мятиналары бар, көрсетіп кетейін. Оң жақ есікте, мына бір жерде. Бірақ бұл полировкамен кетіп қалды, ешқандай краска кірмеген. Бір полировка жасалып кетсе, мына жерге тереңірек тазалап жібереді. Ешқандай краска кірмеген. Қара түс болғаннан кейін кез келген мелочь нәрсенің өзі жақсы көрініп қалады. Және мына сол жақта кішкене мятина бар. Мына жерде ТДР-мен турлап қойса, бұл жерде полировать етіп жерде кетіп қалады. Осы жалпы толықтай заводской окраста. Негізі көлігіміз артында екі выхлоп, артыңғы парктрониктарымыз бар. Көліктің асы жоқтан өтетін. Багажник, бізде үлкен ауқымды багаж. Так, мұнда запаска баллоны, домкраты, барлық герметиктар, барлық заводской өз орнында. Ішкі жақтағы таза. Так, багажнигіміз бұралмаған. Салонды көрсетіп кетейін, екінші қатардан бастап. Дверной карталарымыз таза, премиум комплектациясында, заводской поликтары, диваны жақсы, жыртылмаған, езілмеген, артқы орындық тысту және мультимедиан арқадан басқару батырмалары бар. Салоны барлығы жалпы таза. Бесключевой бар. Бирка бойынша көлігіміз таза 2013 жылғы. Полный электропакет, память сидений бар, екі адамға арналған, барлығы ойдағыдай жасап тұр. Плавающий сиденье, орындықтар. Кожалар жақсы, жыртылмаған, езілмеген, алдың қатар толықтай барлығы тап-таза. Плавающий руль, память рулі барлығы жасап тұр. Круиз бар, орындық тұсту батырмасы, 188 километр. Ходовкілер жақсы жасап тұр, ойдағыдай ешқандай дауыстар жоқ. Алдың панельдеріміз таза, ортадағы мониторымыз. Так, мұнда ассистент парковки, орындық тұсту салқындату, подстаканниктері бар, USB Type-C және коробкамыз ойдағыдай жасап тұр. Артыңғы көрініс тамаша жағдайда. Так, R18 дискі, резиналарын қалдығы 90% өте жақсы, дискілері, резиналары жақсы, алдыңғы парктрониктарымыз, алдыңғы фарларымыз таза, туманниктері барлығы жақсы, тап-таза және сынбаған, ешқандай ақаулары жоқ. Так, алдыңғы болттарымыз бұралмаған, міне сол жақ крылоның болты кішкене бұралған сияқты болып тұр, бірінші қатары. Бірақ толықтай заводской окрас көрсетеді, ешқандай қорқатын емес. Так, 3 куб бензин, заводской вертасы бойынша. Так, мотор жақтарымыз ойдағыдай жасап тұр, ешқандай ақаулары жоқ. Оң жақ крылоларымыз таза, болттар бұралмаған. Так,